Сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдарында 42 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның ішінде 39 электронды түрде, қалған 4 мемлекеттік қызмет түрі қағаз жүзінде көрсетіледі. Бұл туралы салық органы қызметкерлері баяндады. Салаға жауаптылар мемлекеттік қызметтер көрсету бойынша бірқатар ақпараттармен бөліскен болатын. Негізінен салық төлеушіні тіркеу және салық есептіліктерін табыс ету қызметтері көрсетіледі. Жеке дара тоқталатын болсақ, жеке кәсіпкер ретінде тіркелу Қазақстан Республикасы салық кодексінің 79 бабына сәйкес мемлекеттік кірістер органдарына хабарлау арқылы орындалады. Ол үшін ЭЦК арқылы е-лицензия сайтына кіріп, хабарландыру бөліміндегі өз деректемелерді енгізе отырып, немесе Каспий.кз және Хомбанк мобильді қосымшасы арқылы тіркелсеңіздер болады. Жеке кәсіпкер ретінде тіркелу барысында арнаулы салық режимін таңдау міндетті. Сондай-ақ жеке кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін салық кодексінің 166 бабына сәйкес онлайн бақылау кассовый аппаратын алуға тіркеуге міндетті. Яғни ол болмаған жағдайда, ол мүмкін болмаған жағдайда е-салық бизнес мобильді қосымшасы қазір іске асты. Ол жерде сол е-салық бизнес арқылы телефондарыңызға, мобильді телефондарыңызға жүктеу арқылы жаңағы түбіртек берулеріңізге, өз клиенттеріңізге түбіртек берулеріңізге болады. Және де мемлекеттік кірістер органдарында 2021 жылдан бастап е-салық азамат мобильді қосымшасы арқылы мемлекеттік қызметтердің қатарына кірмейтін бірнеше қызметтерді алуға болады. Яғни бұл мобильді қосымшада жеке тұлғалардың салық міндеттемелерін орындауға арналған әртүрлі қызметтер бар. Мысалы айтар болсақ, артық төленген сомаларды есепке жатқызу, сондай-ақ салық салу объектілерін қарау, берешек сомаларын көру, сол сияқты тағы бірнеше қызметтерді көруге болады, сол арқылы тіркеліп. Сонымен қатар биылғы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі басталды. Биыл 23 жылы 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпыға бірдей декларациялаудың биылғы жылы екінші кезеңі басталды. Яғни мемлекеттік мекемелердің қызметкерлері мен олардың жұбайлары, сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінің жұмыскерлері мен олардың жұбайлары жеке табыстары мен мүліктері туралы декларацияны осы е-салық азамат қосымшасы арқылы табыс етулеріне болады. Ернұр Бөбеев, Нұркен Жалпиев, Ербол Махашев, жаңалықтар.